Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге қыс мезгіліне арналған тұздалған қиярлар және өте дәмді әрі оңай жасалатын салат дайындайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге банканың атылып кетпесі үшін міндетті түрде жасау керек өте маңызды қағидаларды айтып өтетін боламын. Ендеше бастаймыз. Біздің банкаларымыз міндетті түрде өте тазарып жуылған болуы қажет. Содан соң кептіріп аласыздар және де міндетті түрде стерильдеп алыңыздар. Ең алдымен банкамыздың түбіне зонтик укроптарын салып және хрен жапырақтарын біреуден салып шығамыз. Және де 5-6 талдан сарымсақ және де қара бұрыш. Қара бұрышты 3-4 талдан әр банкаға салсаңыздар жеткілікті. Және де болгар бұрыштары қызыл және менде жартылай ащы болгар бұрышы. Содан соң лавр жапырақтарын барлық банкаға бір-біреуден салып шығамыз. Қияр жабудағы ең маңызды айтып өтетін жайт, қиярларымыздың барлығын мұқият тазартып алуымыз қажет. Содан соң барып, басын және астыңғы жағын кесіп алып тастап, суға 5-6 сағатқа салып қоятын боламыз, салқын суымызға. Сол кезде біздің қиярымыздың артық жаңағы өзіндегі улары, дәрі-дәрмектер қосылады. Барлық қазіргі қиярларға солардың барлығы суға шығып кететін болады. Және де біздің банкамыздың беткі жағындағы крышкасы, яғни қақпағы міндетті түрде ыстық сумен стерильдеп алынған болуы қажет. Қайнап тұрған суға салып 1-2 минуттай қайнатып жіберіңіздер. Қиярларымызды орналастырып алдық. Ендеше үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетін жауып 20 минутқа қалдыратын боламыз. Жиырма минуттан соң банкаларымызды қайтарып суын төгіп алып тастаймыз. Барлық банканың суын төгіп алып, дәл сол суды қайтарып қайнатып, тағы да үстінен құятын боламыз. Қалауларыңызға қарай жаңадан су қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай 2 рет қайталап жасайтын боламыз. Яғни 2 рет ыстық су құйып, 20 минут қалдырып, қайтадан суыны алып, қайнатып тағы да құятын боламыз. Ал үшіншісінде барлық банкамызға 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер және 1 шай қасықта сірке суын салып, 70% сірке суы қолдандым мен. Содан соң үстінен қайнап тұрған суымызды толтырып қойып, сол күйінде біздің банкамыздың крышкаларын бұрап тастаймыз, яғни жауып тастаймыз. Банкаларымызды бұрап болғаннан соң ыстық жерде бетін орап қоятын боламыз. Банкаларымызды кері қарай, крышкасын төменге қарай төңкеріп қоятын боламыз. Содан соң барып, мен сіздерге 1 аптадан соң дәл осы қиярды көрінісін көрсетіп өттім. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де өте анық, тынық болып тұр. Өте әдемі түсте, міндетті түрде дәл осылай жауып көріңіздер. Қиярларыңыз қытырлап өте әдемі болып шығатын болады. Ендеше сіздермен тағы да қыс мезгіліне арналған өте дәмді әрі оңай жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қызанақтарымызды өте мұқият тазартып жуып аламыз. Содан соң дәл осы көріністе ұсақтап турап аламыз. Қиярларымызды да міндетті түрде мұқият тазартып және де 2-3 сағатқа салқын суға салып қойыңыздар. Міндетті түрде қиярымыздың басын және төменгі жағын алып тастаңыздар. Содан соң барып дәл осылай турап аламыз ұсақтап. Және де бізге 2 тал үлкен көлемді пияз қажет. Пиязымызды да жұқа етіп турап аламыз. Барлық ингредиенттерін ұсақтап турап алу қажет. Және де жасыл болгар бұрышы, 1 қызыл болгар бұрыш және де сарымсағымызды кіші көлемде ұсақтап турап алып шығамыз барлығын. Укроп және кинзамызды да ұсақтап тураймыз. Және үлкенде ыдысқа мен жай ғана қазанға салып көрсеттім араластыру барысында, бірақ та мен ешқандай да қайнатқан жоқпын. Барлық заттарды осылай бірін кетін салып алып,
тұзын және қара бұрышын салып, сарымсағын салып, үстінен май құятын боламыз және ұсақтап турап алған көкөністерімізді саламыз, яғни укробымыз бен кинзамызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дәміне қарай, татымына қарай тұзын дұрыстап алыңыздар. Қалауларыңызға қарай ащыны сүйетін кісілер болса, ащы болгар бұрыштарын қосып жіберуіңізге де болады. Жартылай ащы бұрыш, не болмаса ащы қалампырды ұсақтап турап қосуға да болады. Ендеше барлығын араластырып болғаннан соң алдын ала жуып, тазартып, кептіріп алынған банкаларымызға қалауларыңызға қарай стерильдеп алсаңыздар да болады. Бірақ та бұл салатқа стерильдеудің қажеті жоқ, себебі біз қазір банкаға салып қайнататын боламыз салатымызды. Банкамыздың түбіне бір жапырақтан лавр жапырақтарын саламыз және қара бұрышты 2-3 талдан салып шығатын боламыз. Араластырып алған салатымызды барлығын банкамызға салып, нығыздап орналастырып аламыз. Салатымыздың өзінің артып қалған суын банкаларымызға құйып шығатын боламыз. Ендеше үстінен бір шай қасықтан шекер саламыз. Тұзын жаңа дұрыстап алдық, тұз салудың қажеті жоқ. Банкаларымыздың бетін крышкасын жай ғана үстіне қойып, арнайы қайнатуға арналған ыдысымызға орналастырамыз. Міндетті түрде қазанымыздың не кастрюлеміздің түбіне шашықты орналастырып қойыңыздар, себебі банкаларымыз қатты ыстыққа жарылып кетуі мүмкін. Міндетті түрде астына шашық төсейтін боламыз. Банкаларымыздың жартысына дейін келетіндей етіп су құямыз және газымызға қойып 40-50 минуттай баяу отта қайнатып пісіретін боламыз. Ыстық күйінде бір шай қасықтан сірке суын салып, 70% сірке суын қолдандым. Бетін бірден жауып, крышкасын бұрап тастайтын боламыз. Сонымен біздің қысқа арналған салаттарымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Сіздерге дәмі өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде дәл осы қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде менің жаңа видеоларым сізге ашылып отыратын болады.